Мен айналамда шын айтып ешкім хабарласпайды, кім екенін білдім, көрдім. Иә, осы не екен, қарап шықтым. Күлкім келіп кеткені. Қазіргі жастардың айқын бейнесі да. Саясат, Назарбаев, Тоқаев, президент, әкімдер, бірдеме, шірдеме, онымен шатағы жоқ. Тек сол ішіп жегені, киінгені, қыздармен қаңғырғаны, жұмыссыз, бәрі осындай. Бұған намыстанудың, бұған күлудің, бұған бірдеменің қажеті жоқ. Өйткені міне біздің қоғамның, жастардың басындағы, маңдайындағы зат. Иә, таксист болып жүр Яндексте, Яндекс курьер болып жүр. Қыздарымыз жаңағыдай не бірдеме тігіп, бірдеме сатып, моншақ нетіп, официант, сатушы. Күлетін жағдай емес, бұл жылайтын нәрсе негізінде. Осы балаға қарап бүкіл қазақ жастарының басындағы тауқыметті кәдімгі анықтама деп айта аламын осы бала. Сондықтан егер сіз билікке еш нәрсе айта алмасаңыз, егер сіз демократияны қолдамасаңыз, егер сіз ұлттық сананы, ұлттық намысты, ұлттық ар, қазақтың болашағы, мен қазақпын, мен осындай жаңағыдай іс айланысқым келеді, мен осындай завод фабрика ашқым келеді, мен өнерді дамытқым келеді, мен осындай саясат мемлекетті қазақиландырғым келеді десеңіз, бұндай жастар болса, онда бітті. Құл болып отыра беріңдер деген сөз ғой. Қиын енді.